Ал парсы деректері сақтар туралы не дейді? Парсы сарайында тұрған грек тарихшысы Ксенофонт парсы патшасы әр елден келген салтаттылардың жарысын ұйымдастырды. Жарыс жолының ұзындығы 5 шақырымнан асады және осы жарыста сақ жігіті жеңіске жетті деп сақтардың ерекшелігін сипаттаған. Ксенофонт ежелгі грек жазушысы, тарихшы, ол Сократтың шәкірттерінің бірі. Бұл тайпалар жайлы мәліметті Страбон еңбектерінен де табуға болады. Ертедегі грек географы әрі тарихшысы, география еңбегінің авторы Страбон Каспий теңізінің шығысына қарай тұратындарды массагеттер мен сақтар деп атады. Ол сақ тайпалары туралы садақ пен қылыш және қола балталармен қаруланып сауыт киген, сақтар ақ көңіл, уәдеге берік халық деп жазған. Ол сақтардың Шірік Рабат, Бәбіш Молда, Баланды қалалары туралы жазып қалдырған. Страбон ежелгі грек географы, тарихшысы, Греция, Кіші Азия, Италия және Египетке саяхат жасаған. Ол тарихи жазбалардың және 17 кітаптан тұратын география атты еңбектің авторы. Ктеси, сақ әйелдері ер жүрек келеді, соғыс қаупі төнсе ерлеріне көмектеседі деп баяндаған.